30 жылдан бері отырған көршіміз. 31 жыл болды, 30 жыл болды. Іргеміз құтты, сондай тату тәтті көршіміз. Балдарымен, кемпір шалдар кемпірімен сол бір-бірімізбен өте тату тәтті тұрамыз. Балдарының бәрі өсіп, ер жетіп, бәрі үй болып кеткен. Бәрі жұмыста, жұмыс жасайды. Не дейміз енді, мынау осы үйдің балдарының бәрін тәрбиелеген мен, тона кісі тек туғаны болмаса, мен интернатта тәрбиеші болып жұмыс жасадым. Бүткіл баласы түгел мыналар интернатта жатып. Тәртіпті балдары. Елге сыйлы семья, туып өскен жерінде қайраңдап өсіп отқан кемпір шал балдарды қоя беріп қалаға көпшілігі. Сол не айтамыз енді, балдары жақсы, келін алып жатыр, балалы болып жатыр. Қарайған семья, елге сыйлы, білмегенімізді сұрап аламыз, ақыл сұраймыз, үлкен кісі отырғасын. Солай, мерекеде бас қосамыз ғой, енді 8 мартта той несінде сірә боламыз, күнара келіп тұрамыз. Қазақтың шайы таусылмаған, тегін әйтеуір шай ішіп бір-бірімізден, хабарымызды айтып бір-бірімізге амандасып сөйтіп тұрамыз. Отбасы күнінде кеше телевизордан естідік қой енді. Қыдырамыз сөйтіп бірігіп. Солдай отбасы аман болсын, бір-бірімізді өстіп қызықтап жүре берейік. Тойда кездесіп бәріміз қызықпен қалған жерімізге өмір сүрейік деп ойлаймыз енді. Сол айтады. Аман болайық.